Қайырлы күн достар, бүгін вупи пай тортын пісіреміз. Ол үшін бізге 4 дана жұмыртқа, 180 грамм қант, 200 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхлитель, 20 грамм какао порошок, 180 грамм шоколад, 80 грамм сары май және 50 грамм сүт қажет. Алдымен барлық жұмыртқаларды бір ыдысқа салып, оның үстіне қант салып, миксермен әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Жұмыртқа өзінің көлемін ұлғайтып ағаруы керек. Торт бисквитінің жақсы көтерілуі осы жұмыртқаға да байланысты. Шоколадты на водяной бане ертіп аламыз. Ол үшін ковшқа су құйып, оның үстіне ыдыс қоямыз. Үстіндегі ыдыс астындағы суға тиіп тұрмау тиіс. Одан соң сүт пен шоколадты салып, газға қойып ертіп аламыз. Шоколадты на водяной бане ерткен уақытымызда үздіксіз араластырып отыру қажет. Осы ыстық шоколадқа сары майды қосып араластырып ертіп аламыз. Сары май әбден еріген уақытта осы шоколадымызды жұмыртқаға құйып миксермен жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ заттарымыздың барлығын елеп аламыз, яғни ұн, разрыхлитель, какаоны елеп алып, оны венчикпен жақсылап араластырамыз. Сосын тағы да елеп отырып, сұйықтығымызға бірнеше бөлікке бөліп отырып қосамыз. Яғни бірінші бөлігін елеп отырып қосамыз, одан соң миксермен жақсылап араластырамыз. Одан соң екінші бөлігін қосамыз, жақсылап тағы да миксермен араластырамыз. Өстіп құрғақ заттарымыздың барлығын сұйықтығымызға қосып аламыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Содан соң формамызды фольгамен орап аламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Содан соң мен секілді жасасаңыздар болады, сыртынан тағы да үлкенірек форманы кигізіп, айналасына фольгамен орап қойсаңыздар болады. Сонда бисквитіңіз жан-жағының барлығы біркелкі болып көтеріледі, түп-түзу болып көтеріледі. Менде осындай раздвижная форма біреу ғана болғандықтан мен бисквитімді 4-ке бөліп пісірдім. Бір бөлігін құйып тегістеп аламыз, содан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Алған бисквит сұйықтығын комната температурасында қойып қоясыздар. Осылайша біртіндеп отырып, барлық 4 корждарын барлығын пісіріп алдым. Бисквитті шығарғаннан соң аздап 1-2 минут суығаннан кейін оны формадан шешіп аламыз. Одан соң оны пышақпен айналасын кесіп, бисквитімізді формадан шығарамыз. Одан соң міндетті түрде сетканың үстіне төңкеріп қойып суытамыз. Сонда бисквитіміз тегіс түзу болып шығады. Вупи пай бисквиті негізінен өте сочный шоколад болғандықтан өте дәмді шығады. Сол үшін ол ешқандай пропитканы қажет етпейді. Кремді бірден даярлап, креммен әсемдейтін боламыз. Вупи пайдың креміне бізге 600 грамм творожный сыр, 400 мл 33% сливки және 100 грамм сахарная пудра қажет. Алдымен творожный сырға сахарная пудраны қосып, әбден біркелкі массаға айналғанша, яғни түйіршіктерінің барлығы езілгенше жақсылап миксерлейміз. Содан соң сливкиді қосып, жақсылап миксермен біркелкі массаға айналғанша араластырамыз. Кондитерлік мешокқа вупи пайдың насадкасын салып аламыз. Содан соң тортымызды құрайтын боламыз. Алдымен корждарымыз жылжып кетпес үшін астына аздап крем жағып аламыз. Одан соң бірінші коржды қоямыз, үстіне вупи пайдың шариктерін шығарып, әсемдеп кремімізді жағамыз. Ортасына кремімізді айналдыра отырып жағып шығамыз. Содан соң екінші коржды қоямыз. Содан соң үстіне дәл осылай вупи пайдың шариктерін шығарып, кремімізді жағамыз. Ортасына дәл солай кремімізді дөңгелек етіп жағып шығамыз. Осылай корждардың барлығын құрап аламыз. Мен вупи пай корждарын 20 сантиметрлі формада пісірдім. Сол үшін мен корждарым өте биік болып шықты. Сіздер 22 сантиметр немесе 24 сантиметрде пісірсеңіздер болады. 22 немесе 24 сантиметрлі формада пісірсеңіз, сіздің пісіру уақытыңыз да өзгереді. Онда 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіресіздер. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты. Корждар духовкада пісіп жатқан уақытта алғашқы 15-20 минутта духовканы ашпаған жөн. Ертерек ашып қойған жағдайда корждарыңыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан пешіңізге қарай ориентир жасаңыз.
Торттың бетіне шоколадный ганаш даярлаймыз. На водяной бане шоколад пен сары майды ертіп аламыз, араластырып отырып. Содан соң тортымыздың бетіне құйып шығамыз. Сіздер торттың бетіне шоколадный подтеки жасасаңыздар болады, бірақ мен подтеки емес, жан-жағына ағызып қоймадым. Тек қана ортасына ғана жағып, айналасын торттың үгінділерімен сүйіп әсемдеп шықтым. Торттың бетіне өзіңіз қалауыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар болады. Жидектермен сәндесеңіздер де торт өте әдемі көрінеді. Осымен өте дәмді тортымыз дайын. Назарларыңызға рахмет.